Баршаңызға сәлем, пайдалы арна көрермендері. Бүгінгі видеомызда бүйрек ауруын 6 әдіспен емдеу жайында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бүйрек бет бейнеңіздің айнасы. Оның саулығын сақтау бірінші кезекте тұру керек. Бүйрек адам өміріндегі ең маңызды мүше. Оның саулығын сіздің сыртқы келбетіңіз айшықтайды. Бүйректің ауруын басталғаннан-ақ байқай алмайсыз. Ол уақыт оздырып асқына түседі. Бүйректі ауырған кезде емес, ауырмай тұрып емдеген абзал. Ол үшін дәрігерге барып, дәріханадан дәрі сатып алудың қажеті жоқ. Үйде өзіңізше ем жасап, бүйректің жұмысын жеңілдетуге болады. Өз кезегімізде керек болады деген бірнеше әдісті ұсынамыз. Қажетті деген таңдап алыңыз. Сұлы. Бүйректі үй жағдайында сұлы дәнемен тазарту үшін 1 шай қасық тазартылған сұлы дәніне 1 стақан қайнаған су құю керек. Дайын болған тұнбаны термосқа құйып, 12 сағат тұндырады. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасық бал немесе қант қосып, таңғы ас ретінде ішеді. Бұл бүйректі тазалауға көмектесетін ең қарапайым әдіс. Саңырауқұлақ. Бүйректе ет өсіндісімен анықталатын ауру да бар. Оны емдеу дәрігердің кеңесімен жүргізіледі. Бірақ ауырсынуды басу үшін ақ саңырауқұлақтан тұнба жасауға болады. Ол үшін саңырауқұлақтың қалпақшасын ұсақтап турап, 1 литрлік банкіге салып, арақ құяды. Қараңғы жерге 2 апта тұндырады. Содан кейін сүзіп, 1 шай қасық тұнбаны 50 мг суға араластырып, күніне 2 рет тамақтан 30 минут бұрын ішеді. Көктеректің қабығы да бүйректегі ет өсіндісіне ем. Көктерек қабығының ұнтағын міндетті түрде күніне 3 рет 1 шай қасықтан тамақтан алдында көп мөлшердегі сумен ішеді. Емдік курс 2 апта. Содан кейін 7 күн үзіліс жасап, емді қайталайды. Көктерек қабығының ұнтағын дәріханалардан сұрап көріңіз. Анар жемісі. Анар шырыны да бүйрекке ем. Күн сайын 200-250 мг анар шырынын таңертең және кешке тамақтан кейін ішетін болсаңыз, бүйрек дерттері сізден алыс жүретін болады. Түйе жапырақ. Тіпті халықтық жолмен бүйрек жетімсіздігіне де дауа тапса болады. Оны түйе жапырақ тұнбасымен емдеуге кеңес береміз. Дайындау үшін 1 ас қасық ұсақталған түйе жапыраққа 1 стақан қайнаған су құйып, түнімен тұндырады. Таңертең сүзіп, күні бойы аз-аздан ішеді. Бұл тұнбаны 1 ай қабылдайды. Шөптер жиынтығы. Қырмызы гүл, жалбыз, жаужапырақ жиынтығының көмегімен бүйректі тұз бен құмнан тазалағыңыз келсе, аталған емдік шөптерді бірдей мөлшерде алу керек. Содан кейін шөптерді ұнтақтап араластырыңыз. Араласпадан 4 ас қасық алып, жарты литр қайнаған суға салып отқа қойыңыз. Қайнауға дейін жеткізіп, кейін термосқа құйып түнімен тұндырасыз. Күніне 1 рет 100 граммнан 3 ай бойы кез келген уақытта астан жарты сағат бұрын ішу керек.